Азат, қалайсың? Алейкум салам, кімсің айтып? Конкретно бір сұрақ қойын, қашпай тек жауап берші. Не сұрақ? Не сұрақ? Ана домбыра іблістің тасағы деп сен ғой айтқан да? Айттым, не болды? Сен голосовой сообщениең анау да? Не болды? Жүрген да? Енді сол сөзің үшін кейін қайтып алмайсың ба? Неге қайтып алам? Ол даже қазақтың да аспағы да емес ол. Жоқ, соны домбыра іблістің тасағы деген үшін сол сөзің кішкене артық емес па? Артық емес, қай жері артық? Қазақстанда тұрып, Қазақстанда өмір сүріп. Барым. Қазақстанда тұрсам, именно субханалла, қайда жоқ тасақтыным. Қайда жоқ тасақ деп сен тағы айттың ба? Қайда жоқ инструментті субханалла. Адвокат болмыш, қайда жоқ инструмент. Саған дым пайдасы келмейтін инструмент. ешкімге қорықпаймын ауыз бейін. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله بخير. أنت بخير ما شاء الله. تشرفت بك يا أخي. لا تجلس مع أهل الفتنة يا أخي، والله هم دائما يريدون الفتنة، وهو يريد أن يقول أنت كلام وثم يريد أن يشاهد في الفيديوهات وثم فتنة بعد بين الناس. لا تتكلم معه يا أخي. تمام؟ أظن إن شاء الله أرجو أن تفهم كلامي إن شاء الله. طيب تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Тағы да айтамын, сол сөзің үшін. Қайда жоқ бір тасақты субханалла мына жерге пихать ете бермешін ауызы билі. Азат, мне тебе жалко, ворой, если честно. Әке шешең бар шығар. Тебе жалко ауызы билі. Саған жалко ауызы билі, қияметте ертең күні сол тасақ үшін жауап бересің ба? Азат, ауызы билі. Просто тыңдашы до конца конкрет сөйлесейікші. Әке шешең бар шығар, базар жоқ. Альхамдулилля бар. Ол кісілерді бар ғой. Бірақ сен мынандай бүйтіп банағыдай қазақтың ұлттық құндылығын жерге таптап. Қайда ұлттық құндылық харам еткен субхан, даже ханафи мазхабында харам еткен субханалла. Іблістің тасағын мына жерге маған пихать ете бермеші ауызы билі. Азат, сен Қазақстан азаматысың ба? Альхамдулилля, қазақ азаматым, не? Қазақстан азаматысың сен. Енді қазір Қазақстанда тұрып, Қазақстан азаматы болып, қазақтың өзің үйші ұлтың қазақ болып, қазақтың ұлттық құндылығын жерге таптап отырғаның бұл сенің. Ұлттық құндылық не сол? Қайда жоқ тасақпен саналама, ауызы билі, Аллахтан қорықшы, ауызы билі. Мен бүткіл қазақтың намысын жерге таптап отырған үшін мен мына жерде келіп өттім сен алдыңа. Намыс дейді, намыс сонда именно сол. Домбырамен шектелема, ауызы билі тасақпен. Білістің тасағымен шектелема. Қазақтың құндылығы. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген сөзді білесің ба? Аллах субхана ва тағаладан қорықшы. Ол далбаса сөз субхана, нағыз қазақ емес, нағыз домбыра деген ол далбаса сөз, ол ешқандай дәлел жоқ та жоғын. Қаяқтан алғансың, ауызы белі. Бір қайдағы жоқ, тасақ үшін маған приведева жасағың келіп тұр ма, ауызы белі. Мен қазақ үшін тоқылдақ болайын. Қазақ үшін онда тоқылдақ болсын. Әркім субхан қайда жоқ, тасаққа ола субхана тоқылдақ болып жүрсің ба, ешқандай саған пайда бермейтін, қиямет ертең күні сол үшін жауап беретінді білесің ба, субханалла, Аллахтан қорықшы, ауызы билі. Даже ханафи мазхабының өзінде шектік аспаптардың барлығы харам, субханалла. Не деген келіп тұр, ауызы билі. Қазақстан діни басқармасы оны харамға шығарған жоқ. Мен Қазақстан дінейін басқан маған хашабеттердің, жахметтердің сөзін айтпай қой, ауызы белі, бидағатчиктердің, тозақтың иттерін айтпай қой маған, тозақтың иттерінің сөздерін. Азат, әрбір айтқан сөзің сен өзіңе қарсы келеді. Қарсы келмейді. Себебі Аллах Тағала Құранда айтты ма, инан бисаутик иналал ғурур. Аллах Субхана Тағала айтты ма, музыка харам деп айтылды. Нұхман сүресінде оқы. Сауатсыз. Азат, тағы да айтамын, банағы айтқан сөзің үшін кейін қайтып ал. Ертең әке шешең артында жылап қалады. Ауызы белі, сен өзіңнің кәфір екеніңді осы жерде дәлелдеп отырсың. Өзіңнің субханалла, өзіңнің фасих екеніңді, фаджр екеніңді, мунафи екеніңді дәлелдеп отырсың, субханалла. Таза 200-лісің ғой сен, тоқылдақсың сені. Азат, мен қазақпын. Сен қазақ емессің, субханалла. Қайда жоқ, субханалла. Парсының субханалла инструментін, қазақтың домбырасы,
домбыра деген сұқпан алып парсы тілде аударғанда сұқпан инек деген сөз. Аузы белі. Сен парсы тілде аударғанда, қатысы жоқ нәрсе. сен парсы тілде аударғанда іблістің бір жері деп айттың ғой. Иә, іблістің бір жері. Қай жері? Тасағы. Домбыраны қараш, домбыраны қара. Не нәрсемен бейнеленген қара. Дөңгелегі, ұшы, қара. Неге ұқсайды? Сен датау тупойсың ғой, тупой.